Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте керемет болып шығатын самса жасамақшымын. Үй жағдайында менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Алдымен осылай жылы сүтімізді, жылы суымызды бір бокал қылып дайындап аламыз. Осылай бір бокал сүт, бір бокал су құйып, тұзымызды салып, міндетті түрде електен өткізіп алғам ұнымды. Сіздер де осылай өткізіп алып жасаңыздар. Осылай қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Жақсылап иін қандырып, жарты сағат ашытып қоямыз. Бетін жауып, қамырымызды ашытып, міне ашыған қамырымыз өте керемет ашыған. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін ұмытпаңыздар. Алда өте керемет тағамдар жасайтын боламын. Осылай менде 4 сулау шықты қамырым. Осылай 4 сула қамырымызды жайып, зуалағып, жайып аламыз. Топ-томалақ қылып қамырымызды жайып, арасына сары майымызды жағамыз. Менде сары майым қолдың сары майы, соны күйдіріп жағып жатырмын. Сіздерде қандай сары май болса да жаға берсеңіздер болады. Осылай баршылық шетіне тегістеп жағып аламыз. Осылай арасын орап домалақтап аламыз. 4 сула шықты. Міне енді фаршымызды дайындап аламыз. Ішіне салмасын. Осылай менде фарш, пиязымызды турап алдым. Мен пиязын көп турағанын қалайды үйдегілер. Осылай пиязын салып, дәмдеуіштерімізді салып, тұз салып, қара бұрыш салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, жақсылап мыжып араластырып дайындап аламыз. Ал қамырымызды шетінен кесіп аламыз. Кішкентай қылып. Осылай кішкентай кесіп алып, енді домалақ қылып жайып аламыз. Ішіне салмамызды салып, самсамызды түйіп аламыз. Осылай түйемін. Менікі міне ашылып кетпейді, ортасын қысып, міне осылай барлығын осылай біркелкетіп түйіп аламыз. Осылай барлығын арасына салмасын салып түйіп, дайындап аламыз. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте жұмсақ, әдемі болып, дәмді болып шығады. Осылай бір жұмыртқамызды жарып, бетіне барлығын сарысын жағып шығамыз. Барлығына тегістеп
осылай барлығына жағып шығамыз. Тегістеп. Менде қолдың жұмыртқасы, сол себепті жұмыртқамыз сап-сары болып тұр. Енді осылай күнжітімізді бетіне барлығына жағып шығамыз. Мен 180 градуста пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет шықты. Назарларыңызға рахмет. Алда өте керемет тағамдар жасайтын боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Соңына шейін көріп, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Перизат.